Сәлем оқырман, контекст марафонының кезекті бөліміне қош келдің. Бұл 14-ші бөлім. Бұл тақырыпта қандай тақырып келген екен, соны қарап, бұл жердегі есептерді талдап, қоржынымызға кезекті 5 балымызды иеленіп алайық. Жалпы видео пайдалы болса, бұл видеоны достарыңа бөлісіп, менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз контекст марафонымызға көшейік, кеттік, бастайық, кеттік. Сауалнама. Әділ 50 адамнан сауалнама алды. Сауалнамада 3 спорттың түрі ұсынылған: футбол, жүзу, теннис. Сауалнама нәтижесі бойынша 4 адам барлығын, 12 адам футбол мен жүзуді, 6 адам футбол мен теннисті, 11 адам жүзу мен теннисті, 26 адам футболды, 25 адам жүзуді, 18 адам теннисті ұнатады екен. Бірінші сұрақ: қанша адам тек қана футболды ұнатады дейді. Бұл жерде есеп Эйлер-Вен диаграммасына арналған ғой. Эйлер-Вен диаграммасын сызайық. Футболды қанша адам? Футболды 26 адам жақсы көреді, я, ойнауды. Так, одан кейін жүзу. Жүзуді 25 адам, теннисті 18 адам. Жақсы, Эйлер-Вен диаграммаларын сызайық. Бірінші футбол болсын. Екіншісі жүзу болсын, және соңғысы бізде теннис болсын. Теннис 18 адам деп жазып қоямыз. Так, жүзу 25 адам деп жазып қоямыз. Бұндай есептерді қалай шығарамыз? Ортасынан бастап шетке қарай жүреміз. Ең ортасы 3 жиындардың қиылысуы, ол мына бөлік. Яғни бұл жерде 3 жиын қиылысып тұрса, бұл жерде қандай адамдар болады? Бұл жерде 3 спорт түрін жақсы көретін адамдар орналасады. Ондай адамдар саны 4-еу, я? 4-еу. Одан кейін ақырын шетке қарай жүреміз. Шетке қарай ол мына бөлік, және мына бөлік. Бұл жерде қараңдар, 2 жиындар қиылысып тұр. Жалпы біз былай істейік. 12 адам футбол мен жүзуді ұнатады деп отыр. Яғни футбол мен жүзу ол мына бөлік. Как бы 12. Но олай емес. Неге? Себебі футбол және жүзуді ұнататын адамдар, яғни 2 жиындардың қиылысуы, ол мына бөлік. Мына бөлік, я? Мына бөлік емес, мына жоғарғы бөлік қана емес. Астыңғы да бөлік бар. Астыңғы бөлікке 4 адамды жазып қойдық қой. Демек, үстіңгі бөлікте қалған адамдар болады. Қалғаны нешеу? 4-ке нешені қоссақ 12 болады. 8-ді қоссақ, я? Демек, 8 адам футбол мен жүзуді, яғни тек футбол мен жүзуді жақсы көреді. Оның ішінде 4 адам бар, яғни 4 адам олар футбол мен жүзуді жақсы көреді, я? Олар жақсы көреді. Бірақ сонымен қатар еще теннисті жақсы көреді деген сөзді білдіреді. Түсініп отырмыз ғой. 6 адам футбол мен теннисті жақсы көреді, футбол мен теннис, бірақ 4 адамды уже айтып қойдық. Демек, тек футбол мен теннисті 2 адам жақсы көреді. 11 адам жүзу мен теннисті жақсы көреді, 4-еуін жазып қойдық. Демек, тағы да 7 адам бар. Осы 7 адам тек жүзу және теннисті жақсы көреді деген сөз. Енді тек футболды табу үшін біз футболды жақсы көретін адамдар санынан мына жердегі сандарды азайтамыз. Себебі бұл адамдар, я, олар футболды жақсы көреді, бірақ тек қана футболды ма? Жоқ, тек қана футбол емес. Сонымен қатар жүзу, одан кейін сонымен қатар теннис және жүзу и теннис, я, ондай адамдар саны 4-еу. Демек, 26-тан 8-ді, одан 4-ті, одан 2-ні азайтамыз. Сонда 18-ден 4 азайтсақ 14, 14-тен 2 азайтсақ 12. 12 адам тек футболды жақсы көреді дегенді білдіреді. Келесі есеп. Қанша адам спорттың ешбір түрін ұнатпайды дейді. Бұны табу үшін біз былай істейік. Тек жүзуді қанша адам жақсы көреді? Соны есептейікші. 25-тен мына 8-ді, 4-ті, 7-ні азайту керекпіз. Сонда бізде 6 бола ма? Сондай сан шығады. Одан кейін 18 санынан 2-ні, 4-ті, 7-ні азайтсақ қанша болады? 11, 9, 9, 4, 5. 5 болады. Енді былай істейік. Біз осы бөліктердегі сандардың әрқайсысын қосып шығайықшы. 12 плюс 8 плюс 6, яғни 50-ден азайтамыз ғой. 50-ден азайтамыз, 50 бұл барлық адамдар саны. Содан 12 азайтамыз. 12 бұл тек футболды жақсы көретін адамдар саны. Осыған 6-ны қосамыз. 6 бұл тек жүзуді жақсы көретін адамдар.
Оған 5-ті қосайық, иә, бұл тек теннисті жақсы көретін адамдар. Оған 8, 2, 7-ні қосамыз, бұл тек футбол және жүзуді жақсы көретін. 2 бұл тек футбол және теннисті жақсы көретін адамдар. Және 7 бұл тек жүзу және теннисті жақсы көретін адамдар болады. 4-ті қосып жібереміз, бұл барлық спорттың 3 түрін жақсы көретін адамдар ғой. Вот. Енді мына жерде жақшаның ішіне қарайтын болсақ, мынау 20 болады, мынау 10 болады, 5-ке 2 қосамыз 9 болады, 9-ға 7 қоссақ, тұра берсін пока. Сонда бізде жақшаның ішінде 20 плюс 10 плюс 9 плюс 7, осындай сандар шығады. Жақшаның ішінен бізде қанша? 30, 46 болып тұр ма? 46 болып тұр. Сонда 4 адам спорттың ешбір түрін жақсы көрмейді екен. Адамдардың қанша пайызы спортты ұнатады деп отыр. Енді 4 адам спорттың еш қайсысын жақсы көрмейді. Қалғаны 46 адам ғой. 50-ден 4 азайтамыз, 46 адам спортты жақсы көреді. 46 адам, бұл не? Бұл бізге керекті жағдайлар саны. Түсініп отырмыз ба? Яғни біз ықтималдық жазып қойықшы, ықтималдық. 46. Осыны не істейміз? Жалпы адамдар санына бөлеміз. Пайызға айналдыру үшін 100%-ке көбейтеміз. 100%-ді 50-ге бөлсек, бұл 2 болады. Сонда 92 болып тұр ма? 92% спортты жақсы көреді екен. Все. Адамдардың қанша пайызы тек жүзуді ұнатады дейді. Тек жүзуді, өте маңызды. Тек жүзуді 6 адам ұнатады. Көріп отырмыз ба? 6 адам бұл бізге керекті жағдайлар саны. Демек, тек жүзуді болса, жазып қойық. Тек жүзу болсын. Тек жүзуді 6 адам жақсы көреді, жалпы 50 адам бар. Бұны пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейтіп тастайық, рас ма? Сонда 6 көбейту 2, 12% болады. Все, есеп шықты. 12% деп жазамыз. Сауалнамаға қатысқан адамдардың ішінен кездейсоқ таңдап алынған адамның тек теннисті ұнатуының ықтималдығын табу керек. Тек теннис деп жазып қойық. Теннисті ұнататын, жалпы тек қана теннисті ұнататын адамдар саны қанша болды? 5 болды. 5. Жалпы сауалнамаға қатысқан адамдардың саны 50. Бұны 100-ге көбейтейік. Сонда бізде 5 көбейту 2, яғни 10% болады. Болды. Жауабы осы 10% деген сөз. Сонымен жігіттер, қыздар, біз контекст марафонның кезекті бөлімін аяқтадық. Келесі бөлімде кездескенше сау бол.